Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 131-ші сабақ геометрия элементтері тақырыбы. Бірінші тапсырма. Фигураларды сыз, оларды әріптермен белгіле және белгіленуі бойынша жаз. Бірінші түзу сыздым, оны А, Б деп белгіледім. Бұл А, Б түзуі. Екінші сәуле, С сәулесі. Үшінші ұзындығы 8 сантиметр кесінді сыздым. 8 сантиметр. Бұл С-ді кесіндісі. Екінші тапсырма. Қабырғалары 2 сантиметр және 6 сантиметр болатын тік төртбұрыш сыз. Оның периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп тап. Ұзындығы 6 сантиметр, ені 2 сантиметр. А тең 6 сантиметр, Б тең 2 сантиметр. Периметрін әртүрлі тәсілмен есептейміз. Бірінші тәсіл. Барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. 6 сантиметр қосу. Мына қабырғасы да 6 сантиметр. Қосу. Ені 2 сантиметр. Мына ені де 2 сантиметр. Барлығын қосқанда 16 сантиметр болады. Ал екінші тәсіл. Тік төртбұрыштың периметрінің формуласын жазып қоямын. П тең. Жақша ішінде А қосу Б көбейту 2-ге. Осы формула бойынша есептейміз. Бұл екінші тәсіл. П тең. А 6 сантиметрге тең. Б 2 сантиметрге тең. Оны 2 есе арттырамыз. 6-ға 2-ні қосқанда 8 болады. 8-ді 2-ге көбейтеміз. 16 сантиметр болады. Жауабы 2 тәсілмен есептегенде де периметрі 16 сантиметрге тең. Үшінші тапсырма. Қабырғалары 3 сантиметр шаршы сыз. Оның периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп тап. Ең алдымен қабырғаларының ұзындығы 3 сантиметр шаршы сызып аламыз. Барлық қабырғасының ұзындығы 3 сантиметр. Енді периметрін әртүрлі тәсілмен есептейміз. Бірінші тәсіл. Барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. П тең. 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3 болады. Барлығын қосқанда 12 сантиметр. Екінші тәсіл. Шаршының периметрінің формуласын пайдаланамыз. Ол П тең А көбейту 4. П тең А 3 сантиметрге тең, оны 4-ке көбейтеміз. 3 көбейту 4 тең 12 сантиметр болады. Жауабы 2 тәсілмен есептегенде периметрі 12 сантиметрге тең. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. Тік төртбұрыш пішінді тордың ені 4 метр, ал периметрі 20 метр. Тордың ұзындығы неге тең? Бізге тік төртбұрыштың ені берілген. Б тең 4 метр, периметрі 20 метрге тең. Ал ұзындығы белгісіз. Ең алдымен тік төртбұрыштың периметрінің формуласын жазып аламыз. Ол П тең. Жақша ішінде А қосу Б. Жақша жабылған көбейту 2-ге. Осы формуладан А-ны табамыз. А тең. Ол үшін периметрін 2-ге бөліп, енін азайтамыз. Сонда А тең. Периметрі 20 метрге тең, оны 2-ге бөліп, одан 4 метрді азайтамыз. 20-ны 2-ге бөлгенде 10 болады,
Оннан 4 метрді азайтқанда 6 метр болады. Жауабы тордың ұзындығы А тең 6 метрге. 5-ші тапсырма. Тік төртбұрыш пішінді бөлменің ұзындығы 6 метр. Ал ені одан 2 метр қысқа. Бөлменің периметрін тап. Ұзындығы А тең 6 метр. Ені Б тең ұзындығынан 2 метр қысқа. Сонда 6-дан 2-ні азайтамыз. Тең 4 метр болады. Периметрін анықтаймыз. Тік төртбұрыштың периметрінің формуласы P тең А қосу Б-ны 2 есе арттырғанға тең. Орындарына қойып есептейміз. P тең А 6 метрге тең, Б 4 метрге. Оны 2 есе арттырамыз. 6-ға 4-ті қосқанда 10 болады. 10-ды 2-ге көбейткенде 20 метр болады. Жауабы бөлменің периметрі 20 метр. 6-шы тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Көлденеңінен. 1-ші түзудің бөлігі. Кесінді болады. 2-ші жазықтықтағы негізгі геометриялық фигура. Ол түзу. 3-ші өрнек. Айырма. 4-ші кесіндінің неше ұшы бар? Кесіндінің 2 ұшы болады. 5-ші барлық қабырғалары өзара тең тік төртбұрыш. Ол шаршы. Енді тігінен оқып көреміз. 1-ші, мұнда қараймыз, бір бұрыштың түрі. Сонда сүйір бұрыш шығады екен. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.